Енді алдыңғы бойды аламыз да, мына белбеуімізді үтіктеп алдық қой, соны тура талияға қоямыз. Мына талиядан белгілеп кеттік қой, насечка. Сол жердің үстіне қоятын боламыз. Енді тура осы видеодағыдай төбесіне қоясыздар да, сразу закрепка беріп тігіп кетесіздер, чтоб шығып кетпеш үшін. Енді міне алдыңғы бой, артқы бойды осылай қойып шықтым. Осы артқы боймен бачокты біріктіріп тігесіздер, және де алдыңғы боймен бачогын екеуін біріктіріп тігесіздер. Міне қараңыздар, жаңа көрсеткенімді тігіп тастадым. Енді екінші жағын қалай тігу керек екенін көрсетемін. Сонда дайын күйінде осындай болып тұрады ғой. Қараңыздар, екінші жағы енді міне. Мынау артқы бой ғой. Мына артқы бойдың бачогы, екеуін біріктіріп тігеміз. Ал мына жақ алдыңғы боймен бачокты біріктіріп тігіп шығамыз. Енді қараңыздар, мына алдыңғы боймен бачокты бірінші осында тігіп алайық. Мына тура жаңағы талиясы бар ғой, насечка. Екеуін бір-біріне келтіреміз. Екеуін тура бір-біріне келтіріп, булавкамен қадап аламыз. Содан кейін жоғары қарай көкірек тұсының насечкалары бар ғой. Сол екеуін бір-біріне келтіреміз. Содан кейін ең үсті жағын бір-біріне келтіреміз. Үсті жағында үшкір жақ болады, үшкірі шығып тұрады одан бачоктың. Сол кішкене 1 сантиметрдей шығып тұру керек осылай. Енді қараңыздар, нақты насечкаларын булавкамен қадап алдық қой. Енді арасындағы қалып қалған жерлерді бәрін қадап шығамыз. Мына юбкасын, етек жағын бәрін қадаймыз. Ең бірінші астын біріктіріп аламыз бір-біріне. Содан кейін орта жақтарын бәрін қадап шығамыз. Мінекей барлығын қадап алдым. Енді осыны 1 сантиметрге тігіп шығатын боламыз. Енді палочкамен көрсетіп тұрған жерлерінде тігіп шығам. Енді қараңыз, тіккен кезде біздің бачок бар ғой, сол жоғарыда тұру керек. Тура талиясынан бастап тігем. Талиясынан бастап 1 сантиметрге тігіп шығамын. Енді сіз новичок болсаңыз, 1-2 киім ғана тіксеңіз, бачок тігу қиындау болуы мүмкін. Сондықтан бірінші қолмен көктеп алыңыздар. Кейбір кісілер келтіре алмай жатады. Сосын маған лекалада келмейді деп айтады. Лекалада барлығы келеді, ровно. Бастысы дұрыстап асықпай тігіңіздер. Қараңыздар, енді жаңа талиясынан бастап тіктік қой, енді керісінше аударамыз да, сол талиясынан төмен қарай тігетін боламыз. Енді осы жерде тағы да мұқият қарап жүріңіздер. Осы 1 сантиметр тіктік қой, соны енді 0,5 мм алып қиып тастаймыз. Қазір бұл жерді бейкамен обработка жасаймыз. Егер сізде оверлок болса, сіз бұны қимайсыз да, сразу оверлоктап кетесіз. Енді біздің жаңағы тіккен жерімізді бейкамен обработка жасау үшін бізге ұзын бейка керек. Сол үшін бейкаларымызды бір-біріне қосып тігіп шығамыз. Осылай 4 бұрышынан қоямыз. Және де 2 бұрышын ғана тігіп шығамыз осылай. 3 бұрыш қылып. Видеоны мұқият қараңыздар, мен тездеткен жоқпын. Осылай екеуін бір-біріне айқастырып қоясыз. 3 бұрышынан тігесіз. Анау артық кішкентай 3 бұрышты осы жерін қиып алып тастаймыз. Мінекей осылай барлық бейканы біріктіріп шығыңыздар. Бізге
өте көп керек болады, сондықтан барлығын тігіп шығыңыздар. Ашқан кезде осылай түп-түзу болып шығады, сонда қисығынан тіксек. Мінеге екінші рет тағы да көрсетемін, видеоны ақырынға қойып қойдым. Енді каждый осы бір-біріне жалғаған бейкамыздың арасын үтіктеп, екіге ашып тұрып үтіктеп қоямыз. Мінеке жаңағы тіккен жеріміз бар ғой, содан кейін 0,5-ке қысқартып қиып тастадық. Енді сол жерге осы бейкамызды қоямыз. Разница жоқ, астына қойдыңыздар ма, үстіне қойдыңыздар ма. Главныйна тігісіміз көрініп тұру керек бізге. Сол тігістің үстінен, тура сол тігістің үстінен тігуіміз керек. Қараңыздар, мен бейканы астына қойдым да, енді тура осы алдыңғы тіккен тігісіміздің үстінен тігіп өтеміз. Осылай бір басынан екінші аяғына дейін тігіп тастаймыз. Енді қараңыздар, бәрін тігіп болдық қой. Енді осылай бейкамызды ашамыз да, тігісімізді, бейканы бір бүктейміз, содан кейін тігісімізді жауып тастаймыз. Осылай. Қараңыздар, енді барлығын булавкамен қадап алайық, өзімізге ыңғайлы болу үшін. Мен осы булавка қадалып тұрған күйінде тігетін боламын. Сіздерге қиын болса, бірінші булавкамен қадайсыздар, содан кейін қолмен көк дейсіздер, содан кейін барып машинкада тігесіздер. Қараңыздар, барлығын булавкамен қадап алдым. Жаңа сіздерге айттым, егер тігу қиын болса, бірінші қолмен көктеп алыңыздар. Енді тігетін боламыз қазір. Қараңыздар, енді мына бейка бар ғой, соның ең түбінен 0,1 мм-ге тігіп шығамыз. Тура бейканың үстінен 0,1 мм-ден тігіп шығамыз. Осылай тіккен кезде жаңағы астындағы бүктеген жеріміз бар ғой, солда бірге тігілу керек. Неге осылай болып шығады? Тура осылай тағы да төрт рет тігіп шығамыз. Сонда бізде алдыңғы бойдан 2, артқы бойдан 2, 4 тігісімізді осылай жауып шығатын боламыз.